Ақмола облысы білім басқармасы Бұланды ауданы бойынша білім бөлімі Қараөзек ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің ағылшын тіл пән мұғалімі Қуандық Сәндігүл. Педагогикалық идеялар фестиваліне ұсынылған тақырыбым ағылшын тілі сабақтарында ойын арқылы оқушылардың коммуникативті дағдыларын арттыру. Бағыты шеберлік палитрасы. Жұмыстың негізгі мақсаты баланы ойын арқылы қызықтыра отырып, білімді меңгеруде ойын түрлерін пайдалану арқылы оқушылардың өздігімен жұмыс істей білуі, ой белсенділігі мен тіл байлықтарын арттыра түсуге, түрлі дағдылар мен шеберліктерді меңгеруге қол жеткізу. Жұмыстың негізгі міндеттері оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, коммуникативті дағдыларды дамытуға бағытталған ойын түрлерін енгізу, оқушылардың өзара әрекеттесуін күшейту, шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ету және сабақта ойындарды тиімді қолдану әдіс-тәсілдерін көрсету. Жұмыстың өзектілігі ойындар арқылы ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативті дағдылары дамиды. Бұл әдіс оқушылардың қызығушылықтарын арттырып, өзара тілдік қабілеттерді дамытуға мүмкіндік береді. Ойындар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттері де дамиды және де берілген ақпаратты жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді. Ойынның психологиялық аспектілерін 4 бөлікке бөліп қарастыруға болады. Бірінші бөлік мотивация, яғни ойындар арқылы оқушылардың ішкі мотивациясын арттыруға көмектеседі, ішкі уәжін. Екінші, когнитивті жүктеме. Бұл оқушылардың ақпаратты жеңіл қабылдап және оны жеңіл өңдеуіне ықпал етеді. Үшінші, қиындық деңгейі. Бұл оқушылардың қабілеттеріне сәйкес тапсырмалардың орындалу мүмкінділігі болып табылады. Және төртінші, шығармашылық ойлау. Бұл сценарийлер мен тапсырмаларды оқушылардың қиялын дамыту арқылы жаңа идеяларды ұсынуға мүмкіндік береді. Ойынның тілдік аспектілері қандай? Лексикалық қорды байытады, яғни ойындар арқылы жаңа сөздер мен фразаларды игеруге көмектеседі. Екінші, грамматикалық дағдылар, яғни ойындар арқылы грамматикалық құрылымдарды тиімді пайдалану арқылы оқушылар қарапайым сөйлемдер құрауға дағдыланады. Жалпы мен өз сабағымда ойындарды өте көп пайдаланамын. Мына жерде Umbrella ойыны көрсетілген, бөлімді қайталауға немесе жаңа сөздерді бекіту мақсатында ойналады. Ойынға арналған сілтеме. Тыңдау дағдысын арттыру, дұрыс дене мүшесін көрсете білу мақсатында Show Me ойыны. Мына жерде тек қана дене мүшесі ғана емес, сонымен қоса сабақтың тақырыбына сәйкес ала беруге болады. Оқушы, яғни мұғалімді дұрыс тыңдау арқылы дұрыс сөздерді көрсете білу. Тыңдалым дағдысы, сандарды қайталауға арналған Magic Numbers ойыны. Бұл ойын бір орынды, екі орынды, үш орынды сандардың орналасуы және оларды дұрыс айтылуын қамтамасыз ету. Оқылым дағдысы, мәтінмен жұмыс, спиральді оқыту әдісі. Оқушыларға арналған берілген мәтінді спиральді форматта оқып айту және де адасқан әріптер ойыны. Топтарға арналған ойын. Оқушылар тек қана әріптерден сөз құрастырмай, сол сөздің аудармасын, сол сөзді қатыстыра отырып, сөз тіркесін құрай алады. Топтарға арналған қызықты ойын бұл. Грамматикалық дағдыларды арттыру мақсатында I say, you say ойыны. Бұл дәл осы ойын етістіктің шақтарын қайталауға өте тиімді ойын. Мына жерде өткен шақтағы етістіктердің дұрыс құрылу жолы және де қарапайым сөйлем құрай алу мүмкіндіктеріне ие болатын ойынның түрі. Сөйлеу дағдысы Speak Faster ойыны көбінесе жаңылтпаштар форматында алынады. Оқушылар мұғалімді тыңдау арқылы жаңылтпаштарды дұрыс
жеткізу және де оны мүдірмей айту. Сөздікпен жұмыс. Ағылшын тілінде сөздікпен жұмыс ең маңызды рөл болып табылады. Бұл ойынның аты The Magic Basket ойыны. Сыныптағы барлық оқушылар бір-біріне сөздер айтылады. Сол сөздерді олар аудармасын дұрыс жеткізе білу, айта білу. Сонымен қоса, жасанды интеллект платформасында жиі қолданатын ойын платформалары да бар. Мен өз сабағыма ең көп қолданатын ойын платформалары ол WordWall, Padlet, Шырағай, Детай және Learning Up платформаларын жиі қолданамын. Ойын платформалары арқылы өткізілген ойындардың сілтемелері және жылдамдыққа бағытталған ойын платформаларымен жұмыс негізі оқушылардың, топтағы оқушылардың белсенділіктерін арттырады. Жұмысымды қорыта келгенде, ойын бұл оқу процесіндегі оқушылардың белсенділіктерін, қызығушылықтарын арттырады. Ойын әдісі оқушылардың тілге деген, пәнге деген қызығушылықтарын арттырады. Сонымен қоса, білімді жеңіл меңгеруге көмектеседі. Оқушылардың бір-бірімен ынтымақтастықта болуда және тілдік дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Сөйлеу сияқты дағдылар жетіледі. Және де ойын барысында оқушылар өзін еркін сөйлеп, еркін өз ойларын жеткізе алады. Назарларыңызға рахмет.